Қызымның садигіне алтын күзге осындай қолөнер жасадық. Сіздерге де керек болып қалар, қалай жасағаныммен бөлісейін. Ең алдымен осындай 2 картон аламыз. Размерін қалағанша ала бересіз. Ең бірінші бір картонға осындай терезені сызып алдым және де канцелярский ножпен кесіп алдым. Картондарды ыстық клейдің көмегімен бір-біріне жабыстырдым. Осындай 2 деталь кесіп алдым. Оны біз артқы картон құлап кетпеу үшін осылай жабыстырамыз. Макетіміз дайын болды. Кішкентай 3 картон кесіп алып, осылай жабыстырып қойдым. Бұл бізде полка болады. Келесі кезекте даладан жапырақтар жиналып алып, оны картонға жабыстырдым. Өзім тойбастармен айналысқаннан кейін, осы тойбастардың заттарын барлығын поделкаға пайдаландым. Бутылканың сыртын осындай жіппен орап, осындай банка жасадым, ішіне бидай салып қойдым. Одан кейінгі банкіге дән салдым. Тойбастарға арналған қалташаны ұн салатын қап құсап клейлеп қойдым. Сетка материалдан перде жасап жабыстырып қойдым. Пинтересттен тышқан суретін тауып, оны принтерден шығардым. Тышқан тұрып тұру үшін картонна осындай 3 бұрыш жасап алып, оны тышқанға жабыстырдым. Енді барлық заттарды картонға жабыстырамыз. Артынан тағы баспалдақ жасағым келді. Оны мен осындай шпажкалардан жасадым. Осы жұмысыма бар болған 3 сағат кетті. Бірақ қызым риза болып садигіне алып кетті. Ал сіздер менің жұмысымды бағалап кеттіңіздер және сақтап алып жасап көріңіздер.